Шаруаларға субсидия беру кезінде заң бұзушылыққа жол беру бойынша Алматы облысы көш басында. Өткен 2 жыл ішінде аймақта 2228 заң бұзушылыққа жол берілген. Одан кейінгі орында Жамбыл, Ақтөбе және Қызылорда облыстар тұр. Ауыл шаруашылығын дамытуға бөлінген қаржы осылайша талан-таражға түскен. Бұл жөнінде Ауыл шаруашылығы министрлігінде өткен селекторлық жиында айтылды. Бас прокуратура 2013-14 жылдары ауыл аймаққа бөлінген қаржының қайда жұмсалғанын тексеріп, осы деректерге көз жеткізген. Соңғы 2 жылда ауыл шаруашылығын субсидиялауға қазынадан 82,2 миллиард теңге бөлінді. Ал жергілікті бюджеттерден қаралған қаржы 154,4 миллиард теңгеден астам. Қолдау қаржыны үлестіру заң бойынша жергілікті әкімдіктердің құзырында. Көбіне субсидия беру тәртібі бұзылып, кәсіпкерлер құқығының шектелетіні анықталды. Где что видят, что не так. Қандайда бір заң бұзушылыққа тап болсаңыздар, ауыл шаруашылығы министрлігі оны қарауға дайын. Сенім телефондары, министрдің блогы жұмыс істейді. Шаруа мемлекет қаражат бөлмей жатыр деп ойлайды. Ал бұл уақытта аймақтарда түрлі сылтаулар мен құжаттар сұралып, кәсіпкерлердің жұмысын бөгейді. Немесе тиісті ақша мүлдем басқа азаматтарға бөлініп жатады.